Сәлем достар, бүгін сіздермен куриный рулет, яғни тауықтан қалай рулет жасауға болатынын көрсететін боламын. Алдымен соусын дайындап аламыз. Бізге пісте май, тұз, сарымсақ және де лимон керек. Майға тұз саламыз. Сарымсақты үткіштен өткізіп саламыз және бір ас қасық лимон шырынын құямыз. Соусымыз дайын болды. Енді тауықты сүйегінен ажыратамыз. Артық терілерін алып тастаймыз. Сүйектің үстінен кесіп, жайлап сол сүйектің бойымен теріні ажыратамыз. Сүйектен ажыратқан соң еттің қалың жерлерін кішкене тіліп шығамыз. Енді тауықтың екі жағында кішкене ұрып шығамыз, сонда тауық жұмсақ болып піседі. Енді тауықтың екі жағына да тұз бұрыш себеміз. Енді жаңағы дайындап алған соусымызды алып, барлық жерін жақсылап жағып шығамыз. Және кішкене тұз себеміз екі бетіне де. Енді тауықты орап, рулет жасаймыз. Енді бізге ақ жіп керек, қалыңдау. Жіптің ұзындығын 1 метрдей кесіп аламыз. Енді рулетті орауға кірісеміз. Жіптің кішкене бөлігін астынан абайлап өткізіп, жоғарғы жағын видеода көрсетілгендей жайлап байлап шығамыз.
Соңына келгенде екі жіпті бір-біріне қатты байлап қоямыз. Енді соус жақсы сіңу үшін 30 минутқа қойып қоямыз. Минуттан кейін қызып тұрған духовкада 180 градуста 1 сағат қызарғанша пісіріп аламыз. Бетіне кунжут сепсеңіздер болады. Міне біздің рулетіміз дайын. Бірден турамаймыз. Холодильникте кемінде 1-2 сағаттан тұрғызып барып, сосын тураймыз. Міне рулеттеріміз осылай болып шықты. Дәмі өте керемет. Жасап көріңіздер, өте оңай, әрі кез келген дастарханның сәні болатынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де жаңа видеоларды өткізіп алмау үшін тіркелуді де ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.